Сұраған. Мен Нұрал Өмірді боламын. Мен мектептің тарих атты жобаны қорғаймын. Зерттеу жұмысы ретінде сізге бірнеше сұрақ қойсам бола ма? Алдағы 5 жылда аудан бойынша неше мектеп салынып жатыр? Енді аудан бойынша салынатын мектептің бізде мәліметі жоқ. Менде өйткені біз аудан емес, біз округке жауаптымыз. Жалпы округ бойынша бізде қазіргі уақытта үлкен мәселе болып тұрған, өзім оқып отырған, өзім тұрып жатқан Валдар ауылындағы мектеп 300 орындық мектеп жоспарымызда бар. Сонымен қатар Новенький ауылы, осы округке қарасты біз Новенький ауылының мектебінің ремонт жоспарымызда бар. Аудан бойынша биыл неше мектеп ашылды? Аудан бойынша биыл ашылған мектептердің саны негізінен екеу, өзім білетін осы Байқоныс ауылдық округінде, Байқоныс ауылында орналасқан келешек мектебі ашылды бізде. Жаңа мектеп 60 орындық қаралған келешек мектебі. Сонымен қатар біздің көршілес елді мекендердің бірі Достық ауылдық округі, Достық ауылында 1200 балаға арналған келешек мектеп ашылды. Валдар ауылына мектеп қашан салынғалы жатыр? Валдар ауылында жалпы енді проекттік сметалық құжаттамасы дайын. Оның мердігері анықталды. Енді тек республика есебінен қаражат күтіп отырмыз. Сол қаражат болған жағдайда келесі жылы бастау керекпіз. Неше қабатты, неше орынға арналған? 300 орынға арналған, қателеспесем 2 қабатты болу керек. Рахмет.